Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айдана. Бүгін өте ерекше сәтті айран қосылған кекстің рецебімен бөліскелі отырмын. Бір жасағаннан ерекше дәмді, әдемі әрі тәтті болып шығады. Менімен бірге видеоның соңына дейін көріп тамашалаңыздар. Кекстің құрамын описанияға қалдырып кеттім. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа қажет. Мен үйдің жұмыртқасын қолданамын. Міндетті түрде сізде үйдің жұмыртқасы болмаса, дүкеннің жұмыртқасын қолдансаңыздар болады. Таза әрі құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқаны салғаннан кейін 6 қасық қант саламыз. 6 қасық қант салғаннан кейін жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап, ағарғанша көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Мінеке ағарып, көпіргеннен кейін айраннан бір жарты стакан мөлшермен құямыз. Мен көз мөлшермен салдым, барлық описанияға қалдырып кетемін. Жарты стакан айраннан кейін бір шай қасық ас содасын салып, жақсылап миксерлейміз. Жақсылап араластырғаннан кейін сұйық майдан бір ас қасық мөлшермен құямыз. Бір ас қасық мөлшерден құйғаннан кейін миксерлеп аламыз жақсылап. Келесі ұнымызды саламыз. Ұннан бір стакан жетеді. Бір стакандай мөлшермен өлшеп алып салсаңыздар жетеді. Аз-аздан сала отырып миксерлейміз. Келесі тағы да мінеки бір стакан, сонымен 2 стакандай толтырмай кезек-кезегінен жақсылап миксерлеп аламыз. Сонымен дәл осылай сұйықтығымыз дайын болады. Сұйығымыз дайын болғаннан кейін әрине мак қолдандым. Өте керемет дәмді болады. Сәл ғана мөлшермен салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығы описанияға қалдырып кетемін. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінеки бос таза ыдысымызға сұйық майымызды салып, жақсылап жағып шығатын боламыз сұйық маймен. Сұйық маймен жағылғаннан кейін сұйықтығы массамызды ыдысымызға құямыз. Құйғаннан кейін міне сілкіп, ақырындап осы формаға келтіріп, қызып тұрған пеште 180-200 градуста 30-35 минутта пісіріп алыңыздар. Піскеннен кейін міндетті түрде суытып алыңыздар. Суығаннан кейін қант ұнтағын қосып сәндесеңіздер болады. Әркім әрқалай сәндейді. Келесі суығаннан кейін міндетті түрде кесіп дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Ерекше дәмді әрі тәтті кекстің рецебімен бөліскеніме өте қуаныштымын. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Менімен бірге жасап көріңіздер. Тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды, яғни ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта пайдалы контенттермен және де пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Видео соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Менімен бірге болыңыздар.